Закенбайқызы, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясынан бастауыш сынып мұғалімі. Сәлеметсіздер ме балалар? Біздер бүгін қай сабақ? Сағат? Дүниетану сабағы. Балалар, ал сендер адамның көңіл-күйінен, оның витаминнен, оның көңіл-күйін анықтай аласыздар ма? Олар біздер кәнекей осы көңіл-күй жаттығуын жасап жүрейікші? Ұрсам, ойымын, көрсем, туримын, кесем, деймін, дұға, еримін. Балалар, бүгінгі сабақта сендерге де осындай көңіл-күйді, осындай көңіл-күймен біздің сабақтың аяқталғанына мен тілектеспін. Олай болса, үйге қандай тапсырма беруді кім айтады? Үйге құм, саз, тұз. Алайда балалар, бүгінгі сабағымыз ерекше. Сол себептен осы құм, саз, тұзды біз не істейміз? Тек қана өзінің қасиеттерін теріп аласыңдар да. Мен сендерге осы мәтіндегі құм, саз, тұз бойынша қасиеттерді араластырып беремін. Соның арасынан сендер 5 қасиетті таңдап аласыңдар. Ол ұсақ шешектерден тұрады. Оның түсі ақ, сары, сұр болып келеді. Ол табиғатта жиі кездесетін сусамалы таужынысы. Құм ашық жолмен өндіріледі. Ал сендерге кішкене пысықтау үшін сұрақ қояйын. Құм неден тұрады? Кім айтады? Ал Әлбек? Құм сусамалы таужынысынан тұрады. Жоқ, келсеңіз бе? Неден тұрады ол? Ұсақ түйшіктерден тұрады. Тамаша, келсеңіз бе? Жақсы. Екінші сұрақ. Құмнан не жасайды? Кім айтады? Ал Айсұлу? Онда әйнек зауытына Әйнек жасайды. Келсеңіз бе? Ал саз қандай болады? Саз кім айтады? Саздан не жасалады? Саздан біз вокалдар, базалар жасаймыз. Ойыншылар жасалады, Тұз не ішінде? Оны тек қана тамаққа мен жануарларға беруге болады. Тамаша. Олар балалар, сендермен тағы тақыр болсаң тауқыр ойнаймыз. Ол үшін тақтағаны. Сазды ашық жолмен өндіреміз. Саз созылғыш және жабысқан болып келеді. Сазда ойыншықтар және бокалдар жасаймыз. Ол жақсы жанады. Ол тереңге қабатында жатады. Ол пайдалы қазбаларға жатады. Оның түсі қоңыр, май сияқты сұйық болады. Келсеңіз бе бәріміз? Бұлар бүгінгі өтетін сабағымыз тақырыбы мұнай және табиғи газ. Ал балалар, сендер өздерің мұнайды көрдіңдер ме? Қолдарымен ұстап, оның иісі көрдіңдер ме? Ал көргілерің келе ме? Олар біздер қазір кішкене тәжірибе жұмыс жасаймыз. Маған үш көмекші десін. Мен суға бір тамшы мұнайды тамсамын. Жоққан. Жүзге көрші. Жоқ. Үш қой. Мұнай суда ерімейді, су өне шөгмейді, су үйінде қалқып тұрады. Қорытынды мұнай судан жеңіл. Мен сендерге қазір Балалар, мен сіздерге қазір мәтін бөліктерін бөліп беремін. Осы бөліктерді
мұнайды жердің астыңғы қабатынан алады. Мұнайды алу үшін тарауына қазады. Ондағы басты көлік үлкен бұрғылау машинасы. Мұнайды өңдеу арқылы одан жанармай алынады. Мұнай өте көпшілік бөледі. Мұнай теңіздер мен көлдердің астында болады. Мұнайдан жермай, жанармай. Мұнайдан үй жылытады. Олсыз телефонда болмайды. Сондықтан оны үнемді пайдалану керек. Оны көп ысырап етуге болмайды. Егер оны көп ысырап етсек, ол да таусылады. Мұнай шығатын, газ шығатын қалаларды жазамыз. Қайна барынша әркім оқып шықта қай қалаларда бізде мұнай мен газ өндіріледі екен? Атырау, Қаламқас, Жетібай, Құлсары. Тағы құлсарларың бар ма бала? Кім айтады құлс? Екібастұзда Каспийде өндіріледі екен, иә? Аға тағы Каспий теңізінде. Ақтау және Шұбаршиде. Болды жарайды. Алдыңдар, енді бүгін біз сендерге мұнаймен, табиғи газбен таныстық. Енді соңғы сендердің шығаратын қорытындылар, яғни мына белгілер бойынша осы тесттерге жауап бересіздер. Бұны ауызша жауап береміз. Дайындалды. Мұнай қалдықтардан пайда болған. Ол Каспий теңізінде өндіріледі. Келсеңіз бе? Тағы сендер пікір жалғастырамыз. Мұнайдың қасиеті судан жиналады. Мұнаймен үй жылытамыз. Ал газ жанғыш. Газбен тамақ істейміз. Мұнайдың қасиеті судан жеңіл. Келсеңіз бе? Мұнай жанғыш па, жанғыш емес пе? Жанғыш қосу керек, иә? Сендер? Мұнайды өндіру тәсілі оны бұрғылаймыз және баллондармен тасимыз. Оны қорғау мұнайды ысырап етпеу керек. Келсеңіз бе? Ал олардың енді біріміз бағалайықшы. Мына топқа қандай баға қоямыз? 5 дейміз ба? Баспарма. Мына белгілетен кәмекке баспарма қатысымен бағалайықшы. Мына топқа мен қандай баға қоямыз? Келсеңіз бе? Мына топқа қанша қоямыз? 5 қоямыз. Олар біз болса балалар, бүгін сабаққа жақсы дайындалып келіпсіңдер. Рахмет сендерге.